Амансыңдар балалар. Бүгін кім жоқ сабақта? Менде жоқ студенттер. Жарайды, отырalım. Келесі топқа бөлінеміз жылдамдықта. Бірінші топ медресе, екінші топ кесене, үшінші топ мешіт. Балалар, бүгін үйге берілген тапсырманы оқып келдік қой. Қазір үйге берген тапсырманы көрейік. Дайынсыңдар ма? Қазақ балалары алғашында мешіттер мен медреселерде оқытылды және де олар араб, парсы, татар тілдерін үйренді. Және де көп ата-аналар мен сол елдегі елдер көп балаларын өзінің медреселерге беруді жөн көрді. Көп балалары не істеді? Қазақ медресесіне оқуға. Медреседе сабақ беретін ұстаздар молдалар деп аталды және медреселерде 8-17 жасқа дейінгі балалар оқыды. Қалғандары өздерінің білімдерін жетілдіру үшін мектептерде оқыды. Келесі 1845 жылдары өмір сүрген Жәңгір хан 1841 жылының 6 желтоқсанында өз мектебін ашқан болатын. Және де ол мектептен көптеген белгілі тұлғалар шыққан еді. Жәңгір хан мектеп ашу мақсатында дәріханада ашқан. келесі Қазақ балалары жазғы күні киіз үйлерде, ал қысты күні жертөлелерде білім алды. Және кейбір қарт адамдар өздерінің киіз үйлерін сол мектептерге берді. Жарайды. Ал балалар үйге берген тапсырма түсінікті ғой. Қазақ балалары ең алғаш қай неде оқыған екен? Мектепте. Ең алғашқы сабақты берген кімдер екен? Молдалар. Олар кәдімгі қандай неде білім алып отырды? Киіз үйде, содан кейін жертөлемізде тұрамыз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын серілту сабағын бастаймыз. Енді жаңа сабағымызды ашпас бұрын біз тақтада қандай кімді көріп тұрмыз? Қолымызды көтереміз, микрофонды қосамыз. Жәңгір хан. Келесі Жәңгір хан кім? Жәңгір хан Түркия ордасының ең соңғы ханы болып табылады. Ал балалар, Жәңгір ханды көрдік қой. Келесі біздің сабақтың тақырыбы қандай екен? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы 53-ші, кітапты ашамыз, дәптерді ашамыз. Бүгін 53-ші, 54-ші, 19-шы ғасырдағы білім беру деген ағарту ісі. Енді келесі біздің мақсатымыз 19-шы ғасырдағы екінші жартысындағы білім беру менен ағарту ісіндегі даму ерекшеліктермен түсіндіру. Мақсатын түсіндік па? Немен танысады екенбіз біз? Ағарту ісімен. Енді келесі суретте біз кімді көріп тұрмыз? Жәңгір хан. Енді Жәңгір хан туралы біз қандай мағлұматтарды білеміз? 5-ші, 6-ші, 7-ші кластарда біз қайталаған сабақтарымызды. Кім айтады? Ал, асыңыздар. Жәңгір хан 1801 жылы дүниеге келіп, 1845 жылы дүниеден өткен. Және ол Бөкей ордасының соңғы ханы, және ол Әбілхайыр ханның шөбересі, Нұралы ханның немересі, Бөкей ханның ұлы болып табылады. Және ол генерал-майор, шын аты Жиһангер. Және ол 1815 жылы оның әкесі Бөкей хан қайтыс болған соң салтты түрде ол хан болып тағайындалады. Алайда ол жас болғандықтан Бөкей ханның айтуы бойынша оның осы хандық билік Бөкей ханның інісі Шығай ханның қолына беріледі. Сөйтіп, ол 1820 жылға дейін Астрахан губернаторының, яғни Андресеевтің үйінде ер жетіп, Еуропаша білім алады. Және
сол үйде ол көптеген әдіс тәсілдерді үйренеді. Сөйтіп 1823 болды, жылы жарайды, Асылзат. Бұл түсінікті. Жәңгір хан 1801 жылы, 1845 жылы не істеген екен? Өмірге, дүниеге келген екен. Ол Бөкей ордасының несі болған? Олар бері қараймыз, зерттеу сұрағы. 19 ғасырдың Қазақстан ағартушы мекемелеріне қандай түр дамыды? Бұл жерде Жәңгір хан туралы мәліметтер көресіздер, сонымен топпен жұмыс жасайсыздар. Түсінікті ғой? Жәңгір хан 1801-1845 жылдарда өмір сүрген. Бөкей ордасының соңғы ханы, Әбілхайыр ханның шөбересі, Нұралы ханның немересі, Бөкей ханның ұлы, генерал-майор, шын аты Жиһангер, 1815 жылы әкесі мұрагерлік салтқа сәйкес хандықты тақты Жәңгірге берген. Алайда Жәңгір хан жас болғандықтан Бөкейдің тапсыруы бойынша хандықты Бөкейдің інісі Шығай сұлтан басқарады. 1820 жылға дейін Жәңгір хан Астрахан губернаторы Андровскийдің үйінде тәрбиеленіп, Еуропаша білім алады. Сол жерде хандықты әкімшілік тұрғыдан басқару әдіс тәсілдерді үйренеді. 1820 жылдан бастап билік хан тағына заңды мұрагері Жәңгердің қолына көшеді. Бөкейдің ұлы Жәңгір хан билік құрған кезде. Ал балалар, видеороликті көрдік қой? Енді соған біз не істейміз? Зерттеумен талдау жасаймыз. Топ арқылы. Топпен орнымыздан тұрамыз. Тобы Жәңгір ханның туралы мәліметтер. Жәңгір хан 1801 жылы дүниеге келіп, 1845 жылы дүниеден өткен. Ол 1841 жылы 6 желтоқсанда қазақ балалары үшін алғаш мектеп ашты. Оның шын есімі Жиһангер. Және оны Ресей атынан орденмен марапатталып, және гауһар тасты қылышпен марапаттады. Жарайды, отырамыз. Келесі. Бүгінгі сабақ түсінікті ғой? Енді екінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Оқушылар тақырыпты мазмұнын ашады, ықшамдылар мәтінін ұсынылып тапсырады, беріледі. Бұл қандай әдіс екен? Фото әдісі. Ал енді жұппен жұмыс жасаймыз, дәптерді ашамыз. Дәптерді ашамызда берілген тапсырманы 1 минутта жылдам жазып шығамыз. Жұппен. Қайсымыз дайынбыз? Ортаға шығамыз, или орнымыздан тұрып айта береміз. Сандуғаш. Жәңгір ханның ағарту саясатындағы жетістіктері. Жәңгір хан өз жеке қаржысынан балаларға алғаш рет мектеп ашты. Ол мектепте ислам дінінің тарихы, орыс тілі, арифметика, география тарихы оқытылды. Кемшілігі қазақ балалары өздері қазақ тілін меңгеріп үлгерместен орыс тілін мектепке қосты. Жарайды, келесі. Алина. Жәңгір ханның кемшіліктері. Ол қазақ балаларына алғаш болып орыс тілін үйретті. Және де ол Жәңгір хан басқа да Ресеймен келісімшартқа қол қойыла бастады. Келісесіздер ме? Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті ғой? Енді бүгінгі сабақта көп мағлұмат алды. Енді осы сабақты даттаушы мен жақтаушы болып екіге не істейміз? Бөлінеміз. Қараймыз тақтаға, дайындаламыз сұраққа. Жылдам 3 минут. Ал бала дайынбыз ба? Даттаушы мен жақтаушыға дайын ғой сұрақ. Кім бастайды? Ал Сандуғаш. Біз жақтаушы топпыз. Біздің пікіріміз бойынша Жәңгір хан өз қаржысына, өз білімі бойынша, өзінің білімі ақшасы арқасында ол балаларға мектеп ашып берді. Және ол көптеген ордендермен марапатталды. Келесі. Қандай топ? Даттаушы или Жақтаушы топпыз. Жәңгір хан ол ағарту ісінде кемшілік тұсы мынада. Ол музей және де медициналық білім ордасын ашып кедей адамдарға үй салуды қолға алмады. Жақтайсыздар ма? Даттайсыздар ма? Келесі. Дариға. Біз даттаушы топ. Біздің ойымызша Жәңгір хан салып берген мектеп ол сол заманның талабына сай болды. Және ол жерде география, орыс тілі, ислам дінінің тарихы және тарих пәндері оқытылды. Келісесіздер ма? Кім келіспейді? Асылзат. Біз жақтаушы топпыз. Және осы Жәңгір хан 1841 жылы 6 желтоқсанда өз қаражатында балаларға мектеп ашып берді. Осы ісінің өзінде балаларға деген, жас ұрпаққа деген сүйіспеншілігін байқауға болады. Алина.
Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті ғой? Жақсы мағлұмат алдық қой? Енді дәптерді ашамыз, үйге тапсырма. 19 ғасырдағы білім берумен ағарту ісі Жәңгір хан туралы эссе жазып келу, мағлұматтар тауып келу. 53-54 параграф жаздық па? Енді біз кері байланыс. Бүгінгі сабақта не білемін, білдім келеді. Бүгінгі кері байланыс.